Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ағайын. Бұл біріншіден Әлихан Бөкейханов деген қазақ үшін жанын берген ардақты Алаш азаматының псевдонимі болған екен, Алаш ұлы деген. Екіншіден біз өзіміз ата-анамыз тәрбиелегендей, атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген мақсатпен жүзге, руға, жалпы белгілі бір неге бөлінбей, барша қазақтың, барша Алаштың баласы, барша Алаштың ұлы болады деген ниетпен, мысалға Тұрсынбайұлы, Алмасбекұлы деген сияқты барша Алаштың ұлы, барша қазақтың атынан қазақтың намысын қорғайтындай бір әдемі қазақтың дәстүрлі әндерін дәріптейміз деген үлкен мақсатпен сол себепті атымыз осылай Алаш ұлы. Осыдан 4-5 жыл бұрын бері қарай танысқан достарым бар, барлығы өздерінің пейілдерімен, ниеттерімен келіп отыр. Бәрі де осы жерде достарымның бауырлары, сіңілдері бар дегендей, солардың барлығы келіп отыр, барлығы біз үшін атсалысып отыр. Олар үшін айтар алғысым шексіз, бір Алла разы болсын. Болашақтағы мақсатымыз, Алла бұйырса, қазіргі жаһандандыру заманында қазақ елінің ішінде қазақтың дәстүрін дәріптеп, соны Алла бұйырса шетелдерге өзіміздің дәстүрді таныту. Қазақтың биін, қазақтың әнін, қазақтың күйін, аспаптарын, алыста жүрген қазақтың балаларына. Алыстан Алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтан сақтанамын деген екен. Жеткізейік ұрпаққа ғұрпымызды ұлықтап. Сіздердің әдемі шырайлы шапалақтарыңыздан кейін концерт ары қарай жалғасады. Сахнада Алаш ұлы тобы. Халық әні не деген? Тағы да бір рет қайтарыңыздар. Сахнада Алаш ұлы тобы. Халық әні Қара жорға.
Buyurun.